Қайырлы күн, құрметті біздің 70 подкастының тыңдармандары әрі көрермендері. Бүгін сіздермен бірге мен Зарина Буйымбаева және менің қонағым Камила Смағұлова. Бүгін біздің қозғайтын тақырыбымыз ол ұлттық бірегейлік, ұлттық болмыс. Осы ұлттық болмысқа креативті индустрияның және алаштықтардың жаңағы әсері, ықпалы және бүгінгі таңда қазақ тілді және орыс тілді жастардың арасында, яғни осы ұлттық болмысты қабылдау сынды тақырыптарды қозғамақпыз. Камила, қош келдіңіз. Рахмет шақырғаныңызға. Сіздің енді біраз жаңағы подкастлеріңізді, біраз әңгімелеріңізді, берген сұхбаттарыңызды көріп шықтық, көріп та жүрміз. Бүгінгінің өзінде сіз тағы да сұхбат беріп келе жатырсыз. Жалпы негізі қазіргі таңда мынау ұлттық болмыс, ұлттық бірегейлік, өзін бір ұлтқа, ұлттық бір дүниеге деген қатыстылықты бір сезіну, сондай бір тренд болып жатыр да. Осы туралы сіз өзіңіздің қазіргі жалпы бір пікіріңізді білдірсеңіз, содан бастасаңыз. Неліктен тренд, иә? Менің ойымша бұған өте көп факторлар әсер етеді. Ел ішіндегі және біздің жалпы геосаяси өңірдегі факторлар бар. Біріншіден, мен ойлаймын, ол 30 жылдық тарихымыз, қазіргі тәуелсіздік Қазақстанның тарихы, бұл былайша айтқанда өте аз уақыт. Дегенмен, осы уақыт ішінде әлі бір өзіміздің ұлттық бірегейлігімізді сараптап өткен жоқпыз. Солай сияқты көрінеді. Және сонымен қатар біздің кеңестік және отарлық кешегі күніміздің салдары. Өйткені өте көп уақыт ішінде, көп 10 жылдықтың, ғасырдан астам уақыттың ішінде біз оған қол жеткізе алмадық, қазақ болғанымыз не, Қазақстан қазір енді жаңа заманда қазақстандық болғанымыз не деген, Сондықтан қазір сондай тренд болып келе жатыр. Мен ойлаймын, бұған елдегі қоғамдағы саяси факторлар да әсер етеді. Нақтылап айтсақ, мысалы 2011-дің жаңа өзені, 19-дың президенттік сайлауы, оған дейін мысалы Денис Теннің қаза болғаны, кейін қаңды қаңтар бар, 22 жылдың қаңтарындағы, және қазір біздің көрші елдердегі болып жатқан соғыс. Бұлардың барлығы, жаңа өзенге дейін шаңырақ бар, оған дейін көп оқиғалар бар, бірақ мен өкінішке орай енді ол кезде кішкентай бала болғанда мүмкін тағы да оқиғалар көп шығар. Қоғамды былай қозғап тітіркендіреді, Солардың барлығы қазір селбесіп осындай бір ұлттық бірегейлікке бір квест басталған сияқты, ашық квест. Оған медиа қосылды, өзіңіз айтып кеткен алаш қосылды, нақты алаш креативті индустрия қосылды. Өйткені қазір инструменттер бар. Бәлкім 10-20 жыл бұрын да сондай тренд болған шығар, бірақ біз оны байқай алмаймыз ғой, Интернет жоқ, ол кезде тек қана телефон, интернет, мен ойлаймын, Қазақстанда бір 2010-дардың басында құлашая бастады, қолданысты. Сондықтан біз оны көріп отырмыз. Мүмкін оған дейін де болған шығар, бұған деген талпыныс, ұлттық бірегейлігіміз деген. Жалпы бұл жерде қысқаша былай ремарка, ұлттық бірегейлігімізді біз national identity, яғни identity деген сөзден аударып отырмыз ғой. Мен біраз қиналғам identityді қалай аударам деп қазақша. Фейсбукта әріптестерге рахмет. Көмектесіп жіберді. Маған өзім Ерден Зікібай сайт жіберді, сөздік деген. Ол жақта ұлттық бірегейлік, кейде бірегейлілік деп айтады, сондай аударма берді. Өйткені мен оған дейін өзім болмыс дегенді қатты көп қолдандым. Енді құлағыма жақын, оңай айтылатын. Енді бізде бұрыннан қазақы болмыс деген бір сондай тіркес қалыптасып қалған ғой. Бірақ мен ойлаймын, бұл тым этноцентрлік бір болмыс. Өйткені болмыста орысшаға аударсақ, мысалы натура, кейіп, қалып деген сияқты. Кімдік деген бар. Маған көп таныстарым кімдікті түрік тілінің кімлігімен, кимлик дегенмен байланыстырады. Бірақ мен түсінбеймін, неге мен түрік тілінің сөзін маған өз қазақ тіліме аударам. Маған бірегейлік деген, жақынырақ дейсіз ғой, жаныма, жүрегіме. Сондықтан осындай сыртқы ішкі факторлардың әсерінен қазір Қазақстанда және медиа құрал болған заманнан бастап, мен ойлаймын, соның барлығы селбесіп келді. Қазір Бельгияда немесе білмеймін, Әзірбайжанда отырған кез келген бір осындай біз сияқты, азаматтық өміршілер сияқты. Бұл жерде шынымен де жаһанданудың бір салдары бар шығар, бірақ бұл жерде тағы да бір қысқаша дисклеймер, біздің қазір көп айтып отырғанымыз, ол ірі қалалар, Астана, Алматы, Шымкент бәлкім, сондай мегаполистер, яғни республикалық маңызы бар ірі қалалар. Города миллионники дейді, орысша. Бірақ өңірлердегі, мысалы, өңірлерде енді бір бөліп тастау сияқты, бірақ көбінесе, мысалы, мен де байқағаным Алматы, Астана қалаларындағы,
қазір бір үлкен бір жалпы ұлттық зерттеудің болмағаны өкінішті. Мен өзім бүгін таңертең осындай идеямен тұрдым, өзім айта берем, зерттеу керек, өзім бір бастамасам бір нәрсе істеу керек қазір, әріптестерді жинап сондай зерттеу жасайық деген сияқты. Бірақ біз көбінесе медиада сол ірі қалаларды көреміз ғой, сондықтан біз барлық қалай айтсам байқағандарымыз сол ірі қалаларға қатысты бір ірі қалалардың вакуумында қалып қалған сияқтымыз ба, ойларының мысалы ізденістерінің құлшыныстарының бір вакуумы. Өйткені сол баяғы Алашта мысалы біз білмейміз, ол батыста қалай, Атырауда қалай мысалы, Қызылордада қалай, Өскеменде қалай деген сияқты біз білмейміз ондайларды. Сондықтан мен бір осы отырып бастау керек деген бүгін идея келді. Негіз бастау керек. Өйткені біз білмейміз оны әзірше. Бірақ тек қана бүйтіп біліп алып кететін бір былай деп болжам. Одан кейін барып мысалы біз жаңа ұлттық болмыс деп жатырмыз, және қазір бір жаңа Қазақстанды құруға ұмтылып жатырмыз. Біз өзіміздің ұлттық болмысымызды мысалы нақты анықтап алмай, тағы да бір жаңа Қазақстанды құру ол қаншалықты жаңағы бірін-біріне кереғар болмаса бірін-бірін жаңағы қалай айтса болады, толықтырады мысалы сіздіңше? Бұл өте қызық сұрақ, қаншалықты толықтырады. Өйткені бұл жерде жаңа Қазақстан деп айтып отырғанымыз не деген сұрақ. Өйткені оны бәрі қабылдай алмай жатыр да? Иә. Біреулер керісінше айтады, жаңа Қазақстан деген не ол дейді мысалы. Әсіресе қазір қоғамдағы әлеуметтік тұрмыстық жағдай, экономикалық жағдай соншалықты қиын болғаннан, мысалы біз қазір айтып отырғанымыз, ол бізде бірақ middle class, орта класстық көп емес қой, бірақ дегенмен барлық қажеттіліктерің өтеліп отырғанда, мысалы Маслоудың пирамидасы дейсіз ғой. Маслоудың пирамидасы, кейбір ғылымдар оған қатты былайша айтқанда сыни қарайды Маслоуға. Бірақ бұның да түп қазығы бар ғой, егер барлығы дұрыс болса, жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды деген сияқты. Былайша айтқанда қол аяғы түзу, барлығы аман есен, үй күйі жақсы деген адамдар әрине ойлайды. Бірақ мүмкін жаңа Қазақстандыға деген көзқарас, мысалы 120 мың жалақымен отырған азамат, мысалы отбасы бар, 2-3 баласы бар, мектепке жіберем деген, ол кісілердің мүмкін басқаша ойлайды. Сондықтан бұл жерде қалай айтсам екен, жаңа Қазақстанды құру риторикасы туралы білмеймін, мен өзім жаңа Қазақстанның риторикасына әлі бір өзім үшін шешкен жоқпын, қалай екен. Дегенмен ол әрине барлығы бір-біріне байланысты. Өйткені мен алда айтап өткен оқиғалар, олар шынымен де халықты дүр сілкіндірді, және ал енді өзіміздің кім екенімізді анықтап алайық. Өйткені менің негізгі тезисім мынандай: біз өзіміздің ұлттық болмысымызды яки бірегейлігімізді біліп, оны былайша айтқанда саралап, оның бір келбетін, сұлбасын салмай, бізге азаматтық қоғамда құрған емес, енді оны қатайтқан қиын, оны дамытқан қиын. Және жалпы бұның астарында бұған көп нәрсе жатады ғой. Біз өзіміздің еліміз үшін қалай еңбек етеміз, не істейміз деген сияқты. Өйткені өкінішке орай бізге консолидация, единство народов сияқты риторика бар. Біз көбінесе көп ұлтты еліміз деген, 100-ден астам ұлт өкілдері тұрады деген өте бір қанша жылдан бері естіліп келе жатқан риторика. Дегенмен мен біраз сыни қараймын да, 100-ден астам ұлттар тұрады деп. Өйткені кімдер? Білмеймін. Бізде ұлттар және этникалық топтар деп бөледі ғой. Топтар. Ол біраз кеңес үкіметінің риторикасы ғой. Народность деген болатын, мысалы, санына байланысты. Айтпақшы, сол как раз кеңес үкіметінің кезінде бөліп алды, билей бер деген бір саясат болды ғой. Сонда барынша жаңағы өңірлерді бөліп тастауға тырысты. Бірінен бірін ажыратуға тырысты. Өйткені олардың білмеймін, бәлкім бірігуінен қорықты ма. Өңірлер туралы дұрыс айттыңыз. Мен есіме түскені, мысалы, бізде әкімшілік бөлініс жайындағы реформалар жүрді, жаңа облыс құрылды, және біраз өзгерістер болды, мысалы. Бірақ мен бұндай әлі концепция, документ таппадым. Жақын деген. Бірақ қателеспесем 2006 жылы концепция административно-территориального деления деген сондай документ болған, концепция болған 2020-2025 жылға дейінгі. Ол жерде көбінесе ерекшелікті, мысалы, басқа елдермен, шекаралармен арақатынас туралы, былайша айтқанда геосаяси, елден тыс сондай бір сыртқы саясатқа бағытталған. Ал бірақ концепция бәлкім бізге ішкі саясатқа бағытталуы керек шығар. Облыстардың, өңірлердің бір-бірімен байланысы, интеграциясы, бұл да өте маңызды. Оның үстіне біздің қазақтың жері үлкен ғой. Сол үлкендігінен, мысалы, географиялық тұрғыдан да бір халықтың бір басын біріктіру, бір идеяның айналасында кішкене қиындау ма? Бірақ бұл жерде идеологияның да сұрағы бар. Өйткені
мен допта Сабина Садиевамен болған жақында подкастты тыңдадым. Ол жерде Арсен мен Сабина идеология туралы сөйлесті. Бұл жерде мүмкін идеологиялық та сұрақ шығар, бірақ қазір шынымен де ірі идеологиялардың заманы ма, иә? Өйткені ол да бір, қалай айтсам екен, көп енді дау бар, иә? Қажет пе идеология, қажет емес пе, қалай біріктіреміз, иә? Қазақтарды және қазақтардан бөлек көптеген ұлт өкілдері бар, иә? Оларды қалай біріктіреміз деген сондай көп қазір. Әсіресе сол көрші елде болып жатқан жайт қатты бір катализатор болды барлығына. Иә, бір түрткі болды дейсіз ғой, сондай бір бұрыннан, бәлкім ол бұрыннан болған шығар іште, бірақ мына сыртта не болып жатқанын көргеннен кейін бізде бір кішкене бір серпіліс пайда болды ма, сондай сияқты. Ал негізі мысалы біз бағана айттық қой, қазақ тілді және орыс тілді жастар. Және осы қазақ тілді, орыс тілді жастардың жаңағы ұлттық болмысын, ұлттық бірегейлігін қабылдауы қазіргі таңда. Негізі жастардың тарапынан біздің аға буынға қарағанда бір сондай бір қатты қажеттілік бар сияқты да, бір сондай бір қалай айтсам болады, бір аш сияқты болып жүр да шынымен. Иә. Мен бүгін Динара Егеубаевамен сол туралы сөйлестім. Қазақ тілді, орыс тілді. Жалпы біз әлі де қазақ тілді, орыс тілді деп екі бөлек лагерьге бөліп отырғанымыз қандай дұрыс па, дұрыс емес па? Қандай өкінішті. Өйткені бөлініс сол жақтан пайда болып отыр ғой. Қалай біз бірегейлікті құра аламыз, егер біз әлі де өзіміздің бір елдегі қоғамды тілге қатысты қазақ тілді, орыс тілді деп кәдімгідей екі жақты қарастырып отырсақ, мысалы, иә? Әрине бұны алып тастауға болмайды, өте үлкен айырмашылық. Шынымен де мысалы қазақ тілді аудитория, мысалы әлеуметтік желіде, орыс тілді аудитория, ол екі бөлек аудитория, олардың қалай айтсам екен, сипаттамасы бөлек, олар бөлек, сұраныстары да бөлек, иә. Бірақ біз оны екі бөлек қарастырып отырғанымыз шынымен де біраз өкінішті-ақ, иә. Бірақ олар да шынымен ұлттық бірегейлігін әртүрлі құратын шығар. Шығар емес, әрине құрады. Өйткені тіл, қанша біз қазақ тілі қажет емес деген көптеген скептикалық ойлар бар ғой, мысалы, не үшін қазақ тілін үйренем, өйткені мен орыс тілін білем, ағылшынын білем, сол маған жетеді деген сияқты. Бірақ қазір қуанышымызға орай бұндай сөздер азайып бара жатыр. Қазір керісінше, мысалы, тіл деген өте сезімтал, біз үшін сезімтал фактор ғой, иә. Сондықтан қазір керісінше тіл үйрену басталды, иә. Ал бірақ олардың ұлттық болмысын, бірегейлігін іздеу аға буыннан айырмашылығына келетін болсақ, мен ойлаймын, қазір Марлен Ларуэльдің кітабы бар, Назарбаев Generation деген. Ол кітапта мынандай түсіндірілме берілген. Бізде былайша айтқанда 3 сатылы бірегейлік. Өйткені біз өзіміздің этникалық құрамымызды сақтағымыз келеді, бірақ біз кеңес үкіметінде өмір сүріп қалыптасқан, сана сезімі сол заманға сай емес енді, бірақ сол жақта қалыптасқан мінез-құлық ата-ананың балаларымыз. Оларды біз кеңестік үкіметінің былайша айтқанда адамдар тәрбиеледі, иә? Ұрпағы. Және үшінші қосылатын, қалай айтсам екен, үшінші саты, ол біздің сол баяғы айтқан жаһандану, иә? Біз барлығымыз үлкен әлемнің бөлігі ретінде өзімізді қалыптастырғымыз келеді. Әсіресе global citizen, яғни жаһандық әлемдік азамат. Өте бір сондай бір түрлі естілетін мен үшін концепт. Мен айтпақшы байқағам, кейбір мысалы біздің танымал блогерлар өздерінің жаңағы шапкасында, сипаттамасында global citizen деп жаза ма? Иә, сөйтіп жазып қояды. Иә, мен түсіндім кім туралы айтып отырғаныңызды. Жалпы мүмкін ол өзіміздің үлкен әлемге деген ғашықтығымызды көрсету. Бірақ мен ойлаймын, біз ешқашан жаһандық бола алмаймыз. Иә, global citizen деген былайша айтқанда тым шектен тыс, қалай айтсам екен, overused, иә? Әсіресе біздің жағдайда. Географиялық, тілдік мүмкін жағдайымызда. Иә, сондықтан былайша айтқанда, бірақ ондай бір құрамымыз бар. Әрине, біз бір жағынан әлемдік азаматшыларымыз. Өйткені біздің киіп отырған киіміміз, ұстап отырған девайстарымыз барлығы бірдей, иә? Ол да бір бөлек. Бірақ біздің қай азаматтығымыз кім және этникалық тобымыз кім деген, біз оны ешқалай алып тастай алмаймыз ғой. Иә, негізі ондай бар, иә. Ал жалпы енді мысалы жаңағы қазақ тілді жастар мен орыс тілді жастар, мен қазір өзім бөліп отырғаныма да біртүрлі болып отырмын да. Бірақ өкінішке орай ол бар нәрсе да. Иә, бар нәрсе, және олардың қызығушылығы. Оларға мысалы белгілі бір жаңағы былайша айтқан кезде мықты месседждарды жеткізудің өзі әртүрлі жолмен мысалы жүреді. Өйткені мысалы орыс тілді мысалы жастарға арналған месседжді мысалы жаңағы қазақ тілді жастарға жеткізу мысалы қиынырақ.
Осы жерде біз қалай осының барлығын мысалы жаңағы үйлестіре аламыз? Мен ойлаймын да қазір Егер мысалы әлеуметтік жаңағы ғылымдар теориясы тұрғысынан қарасақ, теориясы тұрғысынан мен мүмкін айта алмайтын шығармын қалай үйлестіру. Сіз сонда үйлестіру деп нені меңзеп отырсыз? үйлестіру деген кезде енді мысалы оларды қалай біріктіре аламыз? Иә, қалай біріктіре аламыз мысалы? Сол барлығы үшін үлкен, ол кейде бір риторикалық сұрақ па сонда, бірақ үлкен сұрақ. Мен бүгін де соны айтқам тікелей эфирде. Ағартушылық арқылы, сол баяғы ақпарат арқылы өзіміздің бір, қалай айтсам екен, ақпараттық кеңістік арқылы дейсіз. Ақпараттық кеңістік арқылы біз оны біріктіру керекпіз. Қазір қуанышымызға орай сапалы контент көп. Қазақша сапалы контент көбейіп жатыр. Мысалы, сіздің подкастыңыз ол үлкен үлес. Сізге керемет қонақтар келеді. Иә, мысалы, кейбіреулер қазақ тілінде, кейбіреулер орыс тілінде. Бірақ қалай айтсам екен, бірақ ақпарат арқылы адамдар қызығады, көреді. Біріншіден, тілдің өте қиын сұрақ шынымен де. Өйткені аудитория бәрібір екіге бөлінеді. Я мысалы әлеуметтік желіде қазақ тілді блогерлер, мысалы, олар бір бөлек, орыс тілді блогерлер бір бөлек. Олардың мысалы былайша айтқан кезде қазіргі тілмен тусалары әртүрлі да мысалы. Екі бөлек комьюнити ғой. Олар екі бөлек, қалай айтсам екен, әртүрлі ақпарат, олардың құндылықтары да мүмкін әртүрлі шығар, иә. Бірақ мен ойлаймын, қазір әсіресе мәдениет арқылы бұл көп таралып отыр ғой. Қазір мысалы масс-медиа деп айттық қой, мысалы, алаштану, я қалай айтсам екен, креативті культураның алаштануы деген сияқты. Бұның барлығы көбінесе креативті мәдениеттің алаштануы. Иә, алаштану деп былайша айтқанда ғылым тармағын айтады ғой, алаштанушы ғалымдар деген сияқты. Бірақ алаштану деген кәдімгі үрдіс. Мен оны Алима Бейсенованың көп айтып келем. Алима Бейсенова екінші авторын ұмытып отырмын, өкінішіме орай. Айтпақшы, Тұрсын Жұртбай өте көп осы алаштануға қатысты мақалалар жариялаған. Ол кісілер көп екен. Ол кісілер өте көп. Мен маған ұят айтқан, бірақ мен олардың көбін білмеймін. Кейбір кісілердің аттарын енді біліп жатырмын. Өйткені мен өзім «Эхо Алашорды и влияние на современность» деген мақала жазғам, Кабаразия деген платформаға арнап. Ол мақалаңызды мен оқыдым, қазір ол туралы да сөйлесу керек. Иә, сол кезде мен оны өзім жазғанда, мысалы, Сұлтанхан Аққұл деген кісіден басқа көп кісілерді білмейді екен. Соны мойындаймын, оған ұялам, бірақ мойындаймын, иә. Бірақ олар өте қажет қазір. Мысалы, біз айтып отырған ағартушылыққа да өте қажет. Неге? Өйткені қазір барлығы сол Бөкейхановты аватарка қоятын мода байқадым мен Инстаграмда. Қателеспесем, актерлардың ішінен кімді көргенмін жақында? Жандос Айбасов. Ол кісіден басқа көп қазір инфлюенсер болсын, немесе жалпы біз сияқты кәдімгі қолданатын әлеуметтік желілерді өте көп. Мысалы, Бөкейхановтың суреті, қазір кәдімгідей культ дейді ғой, Бөкейхановтың, мен оны тұлғасына деген кәдімгі табыну деген жаман сөз, бірақ оны өте бір идеализациялау деген, сондай бар. Енді өйткені біз ізденіс жолындамыз ғой. Иә, ол да бір басылады. Ол қазір енді басталды, өте қазір кең құлашая бастады деген сияқты. Одан кейін қазір альфа ұрпақтар өсіп келе жатыр, біз олардың талғамы ертең қандай болатынын білмейміз. Альфа деген олар қай жылды? Альфа мына 2005-2010 жылдары туылғандар. Мектеп оқушылары қазіргі, иә. Иә, біз оларды да білмейміз. Қателеспесем. Бірақ олар осындай инфлюенсерге қарап бой түзейді ғой. Олар да байқайды. Олар осы ортада, бәлкім олардың ата-аналары, ағалары, апайлары, олар да қазір сол бір алаштанудың, қалай айтсам екен, тренд іліп отыр ғой. Бірақ көбі олардың кімнің жазушы, кімнің саясаттанушы екен кісілер қайдан алады ақпаратты, бір ақпараттық ағартушылық үлкен бір жұмыс қажет қазір. Өйткені әлі де мысалы Сейфуллин Жансүгіровті, мен оны барған сұхбаттардың бәрінде айтып келем, әлі де Сейфуллин Жансүгіровті алаштың қайраткерлері деп ойлайтын кісілер толып жатыр. Олардың бәрі замандас болғаннан кейін бәлкім солай ойлайды. Әрине, олар замандас, олар сол кездегі зиялы қауымға мүше болған, олар қазақ, олардың олардың көзқарасы сәл басқаша болды. Олардың көзқарасы басқаша. Ол мысалы кімдер қызылдармен жақын болған, рақпен жақын болған деген сондай бір ақпараттық жұмыс қажет, ағартушылық жұмыс қажет. Өйткені қазір үлкен сұраныс, кәдімгі халық, енді білмеймін, Қазақ Репаблик ол біраз бөлек тұрғыдан қарастырылады, бірақ дегенмен ол да бір инструмент. Иә, ол да бір инструмент, бірақ қайтадан бұл жерде әлеуметтік, экономикалық жаққа бұрар едім, Қазақ Репабликті кім киеді? Кім үшін? Жастар киіп жүр қазір. Қазақ Репаблик сияқты, тек қана Қазақ Репаблик емес. Ондай қазір қуанышымызға орай ондай брендтер көп,
бірақ оны да баяғы біз айтып кеткен Астана, Алматы, Шымкент сияқты жағалар киеді ғой. Біледі және олар біледі, иә. Өйткені кейбір қалай айтсам екен, әлеуметтік страталарға қол жетімсіз, иә, мысалы, немесе ол қалада жоқ. Менің бір танысым, мен ол кісіні білмеймін, атын айтпай ақ қояйын, ол кісі SMM саласында істейді, журналистика саласында істейді. Ол өте сыни қарайды бұндай трендке. Ол айтады, мысалы, тіл үйренбей саған Born to be Kazakh деген жазу бар, футболка киген ыңғайлы. Сен өзіңнің ұлттық бірегейлігіңді солай көрсетесің. Born to be Kazakh деген толстовка киесің, бірақ ол ешқандай, қалай айтсам екен, ол үлкен еңбек емес, иә. Ақшаң бар, Құдайға шүкір алдың, сатып алдың, қанша 15-20 мың теңгеге кидің, болды. Міне менің демонстрациям, иә, мен осындай ұлтқа тиесілімін деген. Ал бірақ ол айтады, тіл үйрену, ол енді кәдімгідей біраз терлейтін еңбек. Ол деген еңбек қой. Ал қазір бұл, қалай айтсам екен, қолжетімді оңай инструменттердің бірі, өзінің сол бірегейлігін көрсету. Иә? Қызық болатын еді олардың, былайша айтқанда, қалай айтсам екен, тұтынушылардың бір портретін жасаймын екен олар. Иә, көбінесе қазақ ұлтты азаматшылар кие ме, әлде кім киеді, иә. Орта, былайша айтқанда, соны тұтынатын орташа кісі кім деген сияқты, иә. Мүмкін оғанда бір бөлек бір тағы да зерттеу керек сияқты, иә. Иә. Жалпы негізі былай қарасаң, ол үлкен кәдімгідей зерттеуді талап етеді. Ал енді мына осы ұлттық бірегейлік не дегенмен, мысалы, әр өңірде әртүрлі шынымен де, егер бүйтіп қарасаң. Я мысалы, Маңғыстауда, батыста қалай, шығыста, солтүстікте, оңтүстікте, орталық Қазақстанда. Оны сіз жаңағы дөп сөз подкастында да былай шет жағасын айтып өттіңіздер, сол кезде жаңағы Қарағандыда Нұркен Әбдіров деп айтып өткен. Негізі мен өзім Қарағандыныкімін. Сондықтан бізде енді Нұркен Әбдіровке қатысты сондай бір шынымен культ бар, иә, былайша айтқан кезде. Ең үлкен жаңағы нелер, спорттық мысалы кешендер Нұркен Әбдіров атында, ең үлкен мысалы жаңағы даңғыл Нұркен Әбдіров атында, болмаса айтпақшы бізде тағы да бір несі, енді орталық Қазақстанмен мынау Павлодар, Баянауыл өңірі, сол бір Семей жақ, мына алаштықтардың шыққан ортасы болып есептелінеді ғой. Сондықтан бізде мысалы жаңағы Ермеков көшесі мысалы да, өйткені Әлихан Ермековтей жоқ, есімін ұмытып қалдым. Әлімхан Ермековті мысалы басқа өңірде білмейді, ал Қарағандыда бәрі біледі. Мәселен, Қарағандыда мысалы Бұхар жырау көшесі деген сияқты. Бізде мысалы енді Алматыдағыдай Төле би, Әйтеке би, Қазыбек би деп мысалы Бөгенбай, Қабанбай деп мысалы Абылайхан көшесі деп кәдімгідей жаңағы Қазақстан тарихынан алғанда, ал ол жерде мысалы көп жағдайда өңірлік тұрғыдан мысалы көрініс тапқан. Мен оны дөпке барғанда енді білдім. Мен өкінішке орай былай Әрсеннің кейбір айтқан ақпаратына мен өзім деген қызығып, маған танымайтын фактілер айтты. Бірақ шынымен де көшелер ірі қалалардан тыс басқа қалаларда жергілікті бір өзгешелеу арнап мысалы Өскеменнен бізде Талғат Бегелдинов көшесі бар. Содан кейін бізден мысалы шыққан қазақ кім деп ойлағам мен. Кім екен, біздікі сол Оралхан Бөкей ғой. Ол кісіге арнап ескерткіш бар бізде. Содан кейін мен тағы бір қызықты жайт, менің жақын досымның әжесінің сыныптасы болған Оралхан Бөкей. Қатонқарағайда, ауылда. Мен оған айтам, сен неге мақтанбайсың? Құдай, сенің кәдімгі туған әжең, туған апаң сол Оралхан Бөкеймен бірге оқыған. Ал кісі айтады екен, о, математикада нашар еді, тек қана сол әдебиеттен бір дарыны болғаннан кейін. Қалай керемет жазатын. Иә, сол дарыны сол кезде дамыған ғой. Дарыны сондай керемет болғанда мұғалімдер оған енді, жарайды, математикаңды. Сондай бір жақсы мұғалімдер болатын шығар шынымен де. Бір жағынан алып тұрса, оған бір көзін жаба салатын. Сонымен айтам, сен неге мен туған әжем, туған апам Оралхан Бөкеймен оқыса, мен оны кәдімгідей баратын көшемнің әрқайсысын айтатын едім. Сен неге мақтанбайсың деп, ол енді күледі. Иә, мен ойлаймын Оралхан Бөкей шығар. Ал енді жалпы мына енді Оралхан Бөкей деп айтып жатырмыз, енді менің ойыма бірден қазақ интеллигенциясы келіп жатыр да. Мысалы, кезінде бізде мысалы қазақ интеллигенциясы енді мықты болды ғой. Тіпті мынау тәуелсіздікке дейінгі уақыттың өзіне келіп бүйтіп алып қарасаң, иә. Жаңағы Мұқағали Мақатаев бар, Фариза Оңғарсынова бар, және тағы басқа ірі қазақтың жазушылары, қоғам қайраткерлері. Тіпті мен сіздің қазір инстаграмыңыздан да көремін, иә. Мысалы, сіз жаңағы Ораз Жандосовтың үйіне барып қайттыңыз. Бұның барлығы былайша айтқан кезде қазақтың интеллигенциясы. Кәдімгідей қазақтың қаймақтары. Бізде мысалы қазіргі жастарда сондай бір орта құруға бір талпынып жүрген сияқты. Және ол құрылып та жатыр. Иә. Ол құрылып та жатыр.
мысалы ол бір сондай бір заманауи заманның талабы ма, үрдіс па, қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, бұл қалыпты үрдіс. Жақында мен бір жақын досыммен сөйлестік, интеллигенция мен интеллектуал. Қазақ тілінің бір ол осы екі. Қазір мен сол туралы бір нәрсе айтып кетейін дегем. Жалпы қазақ тілінің көркемдігімен мен ойлап тұрмын, қандай ыңғайлы тіл. Өйткені біз гендерлік тұрғыдан бейтараппыз. Мысалы феминитивтерді ұнатпайтын орыс тілді қазақтарға айтарым, қазақ тілін үйреніңіздер, өйткені егер сіздерге К деген жалғау, директор К деген жалғау ұнамай бар жатса соншама, барыңыз қазақ тілін үйреніңіз. Ол жақта ешқандай жалғаулар жоқ. Яғни гендер талғамайтын тіл, өте ыңғайлы. Әйелдік, еркектік деген сөз жоқ. Жоқ ондай, өте ыңғайлы. Жоқ. Және бұл интеллектуал, интеллигенция деген сөзге де қатысты. Өйткені біз зиялы дейміз. Қазақтың зиялылары. Біз сөйлескен досыммен әңгімеде интеллигенция мен интеллектуал деген екі бөлек сөз. Мен де бір допқа да барғанда оған дейін де интеллигенция деп айтып келе жаттым, қазіргі заманға сай қолдансын. Бірақ мен досым мені бүйтіп қалай айтсам екен, түзетті. Ол айтады, интеллигенция бұл кеңес, тіпті империялық одақтағы сөз. Ол қалыптасқан сөз. Яғни сол 20-шы ғасырдың мысалы, оған дейінгі интеллигенция қазақтарда болсын, басқа ұлттарда болсын, сол жақта өңірде өмір сүрген, олар бірінші, ол қалай айтсам екен, колониалды термин дейді маған. Өйткені ол кезде, өйткені деп қатты айтып береді екен. Ол кезде сен интеллигенция шеңберіне ену үшін бір беделді ауқатты отбасыдан шығу керек едің. Негізі мысалы жаңағы қалай айтсақ болады, Ресей империясының кезі жоқ, даже Ресей қалай айтушы еді, құдайым-ау, мен негізі енді Ресейдің сұмдық енді тарихын білем деп айта алмаймын, бірақ оларда мысалы жаңағы Европадан, соның ішінде мысалы Франциядан Бамонт деген сияқты нәрселер қалыптасқанда, соларға бір европалықтарға еліктеу болды да, кейін бізде сол ресейліктерге еліктеуден туындаған дүниелер. Бірақ ұлттық интеллигенция коренное население дейтін, ол кезде, яғни төл қалай айтсам екен, төл халықтың қалай айтсам болады, жергілікті емес, право нации на самоопределение деген тұрғыда шыққан ғой. Яғни әрбір өңірде өзіндік, яғни ұлт құраушы этностан, мысалы қазақтарда Қазақияда қазақтардан, қырғыздардан өздерінің бір төл сондай топ болу керек та, яғни оқыған, көрсету үшін, у нации есть право на самоопределение, мне көрдіңдер ме, өздерінің зиялылары бар деген. Бірақ сол интеллигенция, интеллектуал дегенге қайта келсек, мысалы, біз барлығымыз білеміз, бізден шыққан зиялылар, олар көбі енді ауқатты емес, бірақ әйтеуір текті, маған текті деген сөз ұнамайды екен. Бірақ сондай отбасылардан шыққан бар ғой текті деген сөз. Бірақ маған ол өте эксклюзивті, мен ойлаймын, өте бір unfriendly сөз. Бір бөлу сияқты, сен кім текті, кім тексіз деген, сүйегім мынау деген маған біраз ұнамайды. Бірақ ол кісілер, мысалы Әлихан Бөкейханов төреден шыққан. Қазір мысалы төрелер енді Бөкейхановтың образына әрине өздерінен былай кеудесін қағады ғой. Ол жақсы жаман емес, ол үрдіс, ол да қалыпты үрдіс. Мәселен Уәлиханов, ол кісі қателеспесем Абылайханнан тараған ұрпақ. Яғни ол кезде өкінішке орай ғылым білім қол жетімсіз болған еді, сондай отбасыдан шықпаса адам. Қазір мен айтпаймын білім ғылымға деген теңсіздік жоқ деп. Теңсіздік бар. Мысалы менің пейперлаптағы әріптестерім кәдімгідей зерттеу жасаған, өте бір. Қазір ол Орта Азиялық мектептегі теңсіздік деген сондай, яғни білім саласындағы теңсіздік дегенді айтып отыр. Бірақ қазір салыстырмалы түрде бұрынғыдан қарағанда білім қол жетімді. Әрине, сапалы білімге өкінішке орай қаражат қажет, балаларды репетиторға беру үшін, ар жаққа беру үшін, бірақ жалпы интеллектуал бола алады. Интеллектуал деген қазіргі заманға сай сөз болар ма еді? Өйткені қазір интеллигенция деген біраз ескіреу термин болайын. Көнерген дейсіз. Көнерген. Өйткені қалай айтсам екен, қазір білімге қол жетімділік бар. Қазір белгілі бір руға, ол ру талғамайды, отбасылық бір тарихты талғамайды. Шығу тегіңді талғамайды. Егер жақсы мектепке бардың ба, атанаң еңбек етті ме сол үшін, жасаса болды. Адам зиялы, қазақша зиялы деп айта берейік, ол бір интеллигенция, интеллектуал болып бөлінбейді. Бірақ интеллектуалдардың шеңберіне енуге мүмкіндік бар.
бірақ бұл жерде де қайтадан шеңбер өте бір инклюзивті емес термин болайын деп тұр. Ал қазір қоғамда осындай шеңберлер қалыптастыратын, осындай комьюнити, топтар қалыптастыратын, мен білмеймін, ол әдейі істелініп жатқан ондай ынта бар ма. Мен ойлаймын, олар бар, олардың көбін мен танимын, тануға өте бір сондай бақытты адаммын. Енді жалпы біздің тыңдармандар, көрермендер Фатима Ғабитова туралы біле ме, білмей ме, мен білмеймін. Сол туралы бір кішігірім айтып өтсеңіз. Айтып өтсем, ол кісі қалай айтсам екен, 20 ғасырдағы ағартушылыққа өте көп үлес қосқан Фатима Ғабитова Зейнуллиновна. Ол кісі Қапалда дүниеге келген 20 ғасырдың басында. Ой, кешіріңіздер, жылым қазір есімде жоқ, өте жаман. Менікі барлығы цифрлар. Ешнәрсе етпейді. Иә. Ол кісі оның еңбектері көбінесе сол білім беру салаларында. Ол кісі өзі аудармашы болған, неміс тілін білген. Ал жалпы халыққа түсіндірсем, ол үш арыспен енді тағдыры селбескен әйел, ірі тұлға. Өйткені ол кісінің өмірі кәдімгідей сол кездегі қиын сталинизм заманына, өте бір қиын қыстау замандарға сай келген. Ол кісінің бірінші жары Білал Сүлеев, кейін ол кісімен ажырасып кеткен, Білал Сүлеев атылып кеткен. Кейінгі жары ол Ильяс Жансүгіров. Сол Ильфа Ильясна Жансүгірова Фатима мен Ильястың қызы. Және ол кісі де атылып кеткен, өкінішке орай. Енді қанша арыстарымыз құлаған жылда. Және оның соңғы жары Мұхтар Әуезов болатын. Және Мұрат Әуезов Фатима Ғабитованың ұлы Мұхтар Әуезовтан. Ал жас буынға мысалы айтсам, мен достарыма сөйтіп айтам. Қоғамдық белсенді, саяси белсенді Асия Түлесова, Көкжайлау бастамасының бір қозғаушыларының бірі. Ол кісінің әжесінің нағашыдан прабабушка дейді, орысша. Мен достарыма көбінесе солай түсіндірем. Әжесінің анасы. Әжесінің анасы, нағашы әжесінің анасы. Сондай тұлға. Сол кісі туралы Фатима деген қойылым болады 31 мамырда. 31 мамырда. Бірақ енді біздің подкаст одан кейін шығады дегенмен, мүмкін баратын адамдар әлі болатын шығар. Мен ойлаймын, көп кісі барады. Бірақ көрейік, мен барып көрем, мүмкіндік болса сол туралы жазам. Біз подкаст шыққанға дейін шығып қалар. Енді өзіңіздің зерттеулеріңіз туралы айтсаңыз. Нақты ұлттық бірегейлік туралы ма? Нақты ұлттық бірегейлікке қатысты. Сауалнамаларыңыз болды. Мен өте шағын сауалнама жасадым 21 жылы. Университетімдегі конференция болған. Мен магистратурамда қазақша қалай Graduate School of Public Policy, яғни жоғарғы саясат мектебі дегенді бітіргем Нудан, Назарбаев университетінен. Олар жыл сайын конференция ұйымдастырып отырады. Және мен сол кезде постер жасауға қатысқан. Постер деген ғылыми мақала емес. Ол шағын ғана презентация, былайша айтқанда. Өкінішке орай көп уақыт болған жоқ менде. Мен жастардың, яғни олар ойлап отырған Назарбаев Generation дейді ғой, бірақ мен ойламаймын ол ұрпақтың өкілдері сондай өзіне сондай формулировканы жақтырады ау деген сияқты. Бірақ тәуелсіздіктен туған, яғни Назарбаев президенттік еткен кезде 19 жылды транзитті ересек 18 жасар күйде көрген жастар туралы. Яғни 2000 мен 1990 жылдар арасындағы туған жастар туралы. Қазір мүмкін мен өзімше просто рамка алдым да, сондай демографический. Енді бір белгілі бір түсіндірме болу үшін. Уақыт аралығын алмаса, ол да қиындау, жалпылама бол кезде. Өйткені әрине 90 мен 89-да туғандар аса ерекшеленбейді. 2000 мен 2001-де ерекшеленбейді. Бірақ олар қалай айтсам екен, дауыс беру құқығы болатын 19 жылы. Соған байланысты, Және тәуелсіздіктен 91-2001 кешіріңіздер. 91-2001-де туғандар. Мен жасағаным, олар өздерінің ұлттық бірегейлігін қалай қабылдайды, яғни олар өздерін қазақ деп қабылдай ма, қазақстандық деп қабылдай ма, өздерінің этникалық болмысы, этникалық компоненті, қандай этникалық топқа жататын қаншалықты маңызды, соны зерттедім. Және менің ең сүйікті сұрағым сол сауалнамадағы, ол қазіргі Қазақстан үшін үш тарихи тұлға кім, маңызды үш тарихи тұлға кім. Тарихтың кез келген сатысынан айтуға болады, яғни хандық дәуірден де, 20 ғасырда оған дейін отаршылдық заманнан да, қазіргі заманнан да. Өйткені мен ойлаймын, осындай тұлғалар, қандай тұлғалармен өздерін байланыстырады, өте бір үлкен әсер бар өздерінің қазіргі ұлттық бірегейлігіне деген. Менде өте бір
үлкен репрезентативті топ болған жоқ, қателеспесем бір 80-ге тақау. Және бұл жерде де айта кететін ремарка, мен snowballing sample деген тәсілді қолдандым, яғни өздерін таныстарым арқылы, әріптестерім арқылы кісі жинадым. Яғни өтіңіздер сөйтіп жазғам оларға. Кәдімгі Google формада онлайн түрде болады. Бір-екеулерінен интервьюді алғам. Сіздер үшін не деген сияқты, бірақ уақыт тығыз болды. Содан кейін мен оны жарияладым постер түрінде. Қазір мен ойлаймын барлығы аздап өзгереді. Өйткені қазіргі қаңтардың және Украинаның оған деген әсерін біз кері қоя алмаймыз. Ол кәдімгі әсер етті ғой. Ол қатты әсер етті. Әсіресе қаңтардан кейін бірден Украина болды. Қаңтардан кейін негізі бір сұмдық бір серпіліс болған сияқты. Әрине. Сондықтан сол екі оқиғаға сай тағы да бір рет зерттеп шығып. Мен Инстаграмда жиі сұраймын. Сондықтан мен оқырмандарға айтарым, не игнорируйте мои опросы, пожалуйста, отвечайте, мне это надо, деп сөйтіп айтамын. Олар өте маңызды дейсіз ғой? Өте маңызды. Мен айтамын, мысалы, кім қазіргі ең бір маңызды тұлға? Сол кезде 3 маңызды тұлға болғандар, кім болған? Әлихан Бөкейханов, Нұрсұлтан Назарбаев және Қасым-Жомарт Тоқаев. Барлығы түсінікті неге 3 тұлға аталған. Бірақ алаштікілер көп айтылды, кейбірлер Мұхтар Жәкішевті айтты, спортшыларды айтты көбінесе. Бізде қазір пейперлаппен подкаст шыққанға дейін ол шығып қояды. Бақытымызға орай орыс қазақ тілдерінде, сондықтан сілтеме жасауға болады. Қазақстандықтар өздерінің 30 жылдық тарихын қалай қабылдайды, тәуелсіздік тарихын қалай қабылдайды деген, тәуелсіздікті, оған деген көзқарас. Сол жерде байқаған зерттеудің презентация өтті, сондықтан мен қысқаша айта аламын. Құдай не айтайын деген ойымнан шығып кетті. Жаңағы пейперлаптың зерттеуі. Сол зерттеуінде қалай айтсам екен, қандай тұлғалар, ол жерде де тұлғалар бар, мысалы қандай тәуелсіздіктің тұлғалары кім деген. Сондықтан мен оқуға өте қатты кеңес беремін, әсіресе сол қандай тұлғаларды көретіндер. Сол үшеуі Әлихан, Назарбаев және Тоқаев 3 кісілерді айтты. Бірақ жас аралығы қанша болды ол айтқан адамдардың? Пейперлаптың зерттеуінде? Жоқ, Назарбаев, Тоқаев және Бөкейханов ол сіздің зерттеуіңізде. Онда жас аралығы қандай болды? Ол жерде барлық жастарды қамтыды. Ол жерде демографиялық топтарға бөлді. Миллениалдар, центениалдар, тоқыра ұрпағы деп істедік, және қазақшасы қалай, тоқыра ұрпағы және реформалық ұрпақтар. Кәдімгі демографиялық топтарға сай. Сондықтан ол зерттеу шығады, көріп спойлер жасамай қойын әзірше. Ол жақта да тұлғалар бар. Ал мен жасаған шағын зерттеуде ол Назарбаев, Тоқаев және Бөкейханов болды. Қазір бәлкім өзгереді, мысалы. Қаңтардан кейін мүмкін басқа тұлғалар шығуы мүмкін, Украинадан кейін мүмкін басқа тұлғалар. Сіз жалпы негізі осы қаңтарға қатысты сіздің өзіңіздің жеке пікіріңіз қандай? Өте қиын қазір. Түсінесіз бе, өзімді саясаттанушымен кәдімгі пенде рет бөлген қиын. Ал егер саясаттанушы ретінде қарасаңыз? Мен ойлаймын, бұл азаматтық қоғамға деген үлкен бір серпіліс, үлкен драйвер болды. Және бәлкім халық азаматтық қоғамды қайта қарастырды. Яғни бізде белсенділік көп, халық өзінің дауысын айтуға. Бірақ ол белсенділікті мегаполистарда ғана байқалатын сияқты. Енді батыста бұрыннан бар, батыс Қазақстанда. Мен де бұрын солай ойлайтынмын. Өзімнің туған өскеменімде, мысалы, мен ойлайтын, қайда белсенділер? Толып жатыр. Қазір мысалы барлық сол реформалар аясында ол жақтағы блогерлер, мен білмеймін оны кім істегендер. Өйткені ол жақта Өскеменде Жақсылық Омар деген әкімді енді алып тастау деген өте бір үлкен қозғалыс бар. Кәдімгі халық. Оны медиада да көп. Қазір мүмкін өзіңіз көрген шығарсыздар, қателеспесем, Насима Қорғанбекованың телеграм каналында бар. Насима, что-то лучшая поправка, Омар отставка деген сондай бір стикер. Мысалы, жаман жолға кәдімгідей тіркеп қойған. Қаншалықты бұл қаңтардан кейін одан әрі белсенді болып жатқанын мен білмеймін. Бірақ бар ондай белсенділер, және олар көп. Олар көбінесе сол әлеуметтік жағдай, қаланың жағдайын деген сияқты. Және қаңтарда тек қана Астана, Алматыда ғана шықпады ғой. Өскеменде де шықты, Семейде де шықты. Кейін ол бір қаладан бір өңірден екінші өңірге таралды ғой. Кәдімгідей толқын болып таралды. Және бұл нені көрсетеді? Жалпы неше түрлі теориялар бар ғой, қайдан шықты, не болды? Біз өкінішке орай 100%-ық ақпаратымыз жоқ, әркім өзі
өз ойымен қалсын деген сияқты. Ана біз тарихта өмір сүріп жатырмыз деген сияқты бір 5 жылдан кейін бәлкім оған бір сондай бір көрініс бір беретін шығар. Өйткені қазір ол өте сезімтал тақырып. Өйткені қазір қаңтардан азап шеккен қаншама отбасы бар, қанша балаларынан айырылған, біз көп жаңалық оқыдық, және ең басында ресми ешқандай деректер болмағанда біреудің кімнің қаза болған тек қана таныстар арқылы, мысалы менің бір әріптесімнің танысының туған інісі қалай мерт болған сөйтіп қана білеміз. Сондықтан енді сондай бір өте ауыр тақырып, бірақ сол азаматтық қоғам тұрғысынан әсері қандай екенін деген сұраққа жауап берсек, мен ойлаймын, ол сол қалай айтсам екен, белсенділікке деген басқа көзқарасты көрсетті. Яғни білмеймін қаншалықты ол дұрыс риторика болды, бірақ ояну деген білмеймін, бірақ жалпы оянған халық па, соған мүмкін байланыстырар едім. Яғни халық өзінің дауысын айтқысы келеді, халық үндемей отырғысы келмейді деген сияқты. Енді меніңше бұл да бір жаңағы болу керек процестердің бірі да, үрдістердің бірі. Ол бір күні болу керек болатын. Ерте ме, кеш пе, біз мысалы 30 жыл былайша айтқан кезде жаңағы бір қалыпты өмір сүрдік. Ал енді бізге бір өзгерістер керек шын мәнінде. Одан кейін барып, содан туындап жатқан дүние ғой, яғни ортада сондай бір сұраныс болып жатыр. Содан мен тағы айтарым, қаңтардан кейін мен ойлаймын, халықтың, қоғамның үкіметке деген талабы артты. Яғни мысалы қазір әкімдерді сайлау деген тезис өте қатты айтылып жатыр. Өйткені халық өздерінің дауыстарын, өздерінің қалай айтсам екен, өздерінің таңдауларын жасағысы келеді. Бағанағы мысалы Жақсылық Омар туралы айтылған кейс. Бұл нені көрсетеді? Бұл шынымен де халықтың шаршағанын көрсетеді, халықтың өзінің бір таңдауын жасауға құлшынысы бар екенін көрсетеді. Көбінесе петиция арқылы істелінеді ғой, мысалы. Павлодар мен Петропавлдың атын Ертіс пен Қызылжар деп өзгертіп петиция болды. Айтпақшы, осы өңірлердің атын өзгертуге қатысты сіз мақала жаздыңыз, яғни сол дер кезінде, яғни сол бір актуалды, өзекті тақырып болған уақытта сіз мақала жазып, яғни оны бір саяси тұрғыдан талдап бердіңіз. Ол бір жағынан әлеуметтік сондай бір қажеттілік, ішкі қажеттілік, сол туралы да айтып өтсеңіз. Мен оны ұлттық бірегейлік теориямен, сол менің зерттеу қызығушылығымен байланыстырдым. Бұл жалпы өзімнің уақытылы болған емес, бұл жерде менің пейперлаптағы әріптестеріме және Кабаразиямен біз өте бір жақсы жұмыс істейміз. Ол кісінің мен керемет редактор Наргиза Мұраталиева өте бір сондай қалай айтсам екен, fruitful дейді ғой, жемісті сондай бір жұмыс жасаймыз ол кісімен. Мен жазғаным облыстардың құрылуы және олардың аттарының өзгеруі, және мысалы Қапшағай қаласының Қонаев қаласына ауысуы, соның барлығын мен сол ұлттық көбінесе символизм арқылы қарастырдым. Бұл жерде мәселен Абай облысы, Ұлытау, Жетісу облысы, бұл барлығы ұлттық сол бірегейлігіне әлі бір сараптама бермеген халық үшін сондай бір сезімтал, өте бір қуандыратын салдар. Өйткені семейліктер Абай облысы деп өздері бөлініп, Шығыс Қазақстанның бөлінгені ол мүлдем басқа нақышта береді. Олар өздерінің енді ұлттық бірегейлігін басқаша сезінеді. Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы мысалы облыс орталығын болған. Мен қателеспесем, Жезқазған қаласында әлде кинотеатр жоқ. Әлде бар ма? Мен болмаған, менің университеттегі бір жақын досым, ол айтатын, қазір мен білмеймін, қазір мүмкін мен қателесіп қалам, бірақ 2015-16-ларда бізде кинотеатр жоқ. Мен білмеймін, Жезқазғанның азаматшылары мүмкін көмек беретін шығар. Мен мысалы Қарағанды облысын екіге бөлгенге қуанам. Енді екіге бөлді деп айтпай қояйын, өйткені мынау Жезқазған қаласы Қарағандыдан өте алыс. Және осы тұрғыдан мысалы қаланың өсуіне, өркендеуіне жағдай жоқ. Өйткені оның үстіне облыс өте үлкен да мысалы. Ал біз енді оның инфраструктурасын, инфрақұрылымын, құрылысын мысалы барлығын реттеу керек. Ал Жезқазған бір айдалада қалып қалды. Ұлытауға жете алмайсың. Ұлытауға жету қиын. Мысалы, мен өзім Ұлытауда болған жоқпын. Бірақ мысалы егер бөлек мысалы жаңағы өңір болып, ол жерде бір басқаратын бір мықты бір әкім болса, ана өңірді керемет бір туристік орталыққа айналдыруға болады. Өте үлкен потенциал бар. Бұл жерде түсінесіз бе, екі қиындық қой, бюджет қайдан келеді, ақша қайдан келеді, өйткені бізде реципиент, донор деген облыстар бар, яғни қаржы бөлетін және қаржы талап ететін облыстар бар. Бұл жерде сондай қиындық, содан кейін әкімдер, қазір
бүкіл ел болып сол неше түрлі әкімдермен қиындықтар бар, иә, сонымен әлек болып жүр. Және жаңа облыстарда кім әкім болады, қалай таңдалады, бұл да үлкен сондай сұрақтар бар. Ал қуанбау енді мен өзім бұл жерде қайтадан саясаттанушы, мен пенде ретінде, адам ретінде айтып отырған, мысалы өзім Өскемен шығыс қасынан болғандықтан Семейдің, иә, мен былтыр Семейге барып көрдім, Семейде не екен. Мен өте қатты жүрегім ауырды, өйткені мұражай ашуға болады, театр ашуға болады, қала өте көркем, өте бір енді климат әрине біздің климат деген сұмдық, шығыс Қазақстанның өте бір риско-континентальный дейді ғой орысша. Бірақ ол қаланың үлкен потенциалы бар, иә. Негізі қателеспесем, ол онсыз да тарихи орталық, ресми түрде. Бірақ ресми түрде болғанмен іс жүзінде тарихи орталықтың көрінісін таба алмайсыз сол жақта. Және мен байқағаным, мен білмеймін бұл қаншалықты дәлелдеуге болады, бірақ ертістің күйі Семейдегі масқара. Кәдімгідей Өскемендегі ертіс құдайға шүкір әлі аман сау. Өйткені үлбінің енді құдай кешірсін быт-шыты шығып жатыр. Ал ертіс әлі тірі, иә. Бірақ Семейдің ертісінің күйі өте кәдімгідей мені өте бір былайша айтқанда көңілім түсіп қалды. Содан қазір білмейміз енді. Көрейік, бірақ мен ойыма осындай метафора келген, мен оны сізге де айтқам, иә. Жалпы қазір өзімнің ұлттық бірегейлігімізді түсіне алмай, сараптамай, оған бір кейіп пішін бермей, глин деген қалай қазақша? Қыш, иә? Қыш. Сол кәдімгі әлі бір майысқақ қыш қой, біз аны бір ыдысқа бір саралап әлі күйдірмедік. Енді облыстардың да күйі сол ғой. Қазір ол өте бір үлкен эмоция тудырады. Я, Ұлытау, Жетісу, сондай неткен керемет аттар деген. Атаулардың өздері қандай бір патриоттық бір сезімді бір оятып өте бір этноцентрлі. Я, өйткені мен оны мақаламда да жазғам. Ұлт құраушы этносқа соның көңілінен шығу мақсатында істеген. Ал бұл жерде не етеді деген? Қазір біздің қоғам, қазір біздің халық ренжіп қалмасын енді, бірақ маған солай көрінеді. Біз аш ит сияқтымыз. Аш қасқыр десеңіздер, Мағауиннің қасқыр бөріге өзім нақыштап ойлағаны ғой, аш қасқыр сияқты. Бірақ жалпы аш жыртқыш сияқтымыз. Ит болсын, қасқыр кез келген, иә? Кәдімгі аш. Аш өзінің сол бірегейлігін танып, түсіндіріп беруге. Және осындай өзгерістер жақсы. Бірақ көптеген танымал адамдар, иә, аудиториясы бар адамдар, қоғам қайраткерлері болсын, Алаш, тағандай триггерлер бар бізде, бүйтіп бірден тіл, иә, қазақия деп мысалы Болат Абиловтың ұсынысы. Ол деген сол аш қасқырға тыстайтын сүйек қой. Аш итке тыстайтын сүйек. Яғни сендер ашсыңдар, ал сүйек. Сол ит деген сол сүйекке мәз болады деген сияқты, иә. Солай көрдім. Ет қайда? Сол аш итке, аш қасқырға ет керек. Осы бар сүйекті мүжі деген сияқты. Я, қанша сүйек жетеді, болды. Кәдімгі сол сүйектің ортасында тұрған байқұс ит. Ал кәдімгі тамақ керек, кәдімгі ет керек. Бірақ қайдан келетін? Қазіргі таңда мысалы жасалып жатқан кейбір реформаларды соған теңеуге болады дейсіз ғой? Оларды егер ұлттық символистік тұрғыдан қарасақ, мен тек қана реформаларды айтып отырған жоқпын. Сол мысалы Болат Абиловтың Құрам деген партиясы, иә, мысалы Алашорда деп байқұс бұрынғы Ақмола, Астана, қазіргі Нұр-Сұлтан қаласының атын өзгеру, иә. Қаншалықты білмеймін, қаншалықты ауыса беретін атын. Бірақ ол кісі Алашорда деп ұсыныс жіберіп отыр. Әрине бірден Алашқа деген қызығушылық, сондай бір құлшынысы бар қоғам, бірден олар үшін кәдімгі үлкен эмоция, иә. Тіпті мынау стан деген сөзінің алып тастау деген сияқты бір. Ол деген сол сүйек қой аш қасқырға тасталған. Түсінесіз бе? Және ертең ол қалай болады? Халық барлығын қазір өте сезімтал қабылдайды. Және мен бүгін Динара мен болған эфирде де соны айттым. Бұның барлық сезімтал болуы ол қалыпты жағдай. It's okay. Халық өзінің барлығын өте бір немесе өте бір әсерлі қабылдағаны тым қатты қуанады, тым қатты қынжылады, мұңаяды, эмоция басылады ғой. Ол эмоция бір күні басылады, бірақ қазір ол басылмайды. Қазір енді құлаш шайып жатқан кезі. Ол эмоцияның бары сыни саралауға жол бермейді. Өйткені мысалы маған өзіме зерттеуші ретінде өте қиын.
баға берген кейбір сондай нәрселерге. Иә, мен де түсінемін, мысалы әкімшілік реформалардың немесе жаңа облыстардың немесе Қонаевтың Қапшағайға өзгеру деген сияқты. Мен жақында бір той болған, ағамның досы, ол кісі Қапшағайдың тумасы. Қазір енді Қонаев, ол бірақ Қапшағай кезінде туған. Мен одан сұраймын, ал Қапшағайдансың, не ойлайсың, қалай енді әсер қалай әсер енді Қонаевта тұрады екен. Ол кісі астанада тұрады, бірақ анасы, отбасы, туысқандары сол баяғы Қапшағайда. Мен айтамын, ал енді Қонаевтасыңдар, әсерің қандай деп. Ол айтады, қуанамыз, өйткені облыс орталығы болды, және пәтер деген 2 есе артты бағасы. Сондай мәселеде. Бірақ ол кісінің жағдайы жақсы, ол күнкөріс бір 2 тиын көк тиын санап отырған кісі емес. Бірақ шынымен де бір прагматикалық тұрғыдан қарайды ғой халық. Қазір мне сондай бір қала пайда болады. Бірақ бұл жерде қайтан ағартушылық информативті бір жұмыс керек. Мен өзім жақында сол Жандосов, Жансүгіровтердің отбасына барғанда білдім. Қонаев кезінде Қапшағайдың, осындай Қапшағай болып, жалпы ол оның проекті былайша айтқанда авторлық. Яғни қаланың осындай болып салынуға, дамбаның, оны салынуға үлкен үлес қосқан. Яғни соның артында Мұхаммед Ахметұлы Қонаев тұр, Қапшағайдың артында. Сол үшін Қапшағайды Қонаев деп ауыстырып отыр ғой деп. Бірақ оны мен достарым білдіңдер ме осылай екен? Көп кейбірлері білет, олар бірақ саны өте аз. Кейбірлері айтады, ну енді мен білгем, я догадывался, наверное, әйтеуір бір причастность бар деген сияқты. Әйтеуір бір причастность бар, бір нәрсе істеген ау, босқа қоймайды ау деген сияқты. Бірақ әлі де Павлодар, Петропавл бар ауыспаған атты мысалы. Өскеменнің өзін мен де Усть-Каменогорск деп келем, бірақ Өскемен деп өзімді орыс тілде сөйлегенде де прям составляюсь. Енді бұл негізі мысалы жаңағы солтүстік өңірге қатысты, тағы да бүйтіп қазақ тілді орыс тілді деп бөлгім келмейді. Бірақ дегенмен, яғни ол бар нәрсе да енді. Кейде Петропавловсты Питер дейді ғой мысалы. Мысалы Питер дейді. Питер. Ол жердегі халықтың өзінің бір сондай бір белсенділігі жоқ па деп ойлаймын да кейде. Осы Қызылжар, жаңағы бұның алдында бір Павлодарды Кереку деген сияқты айтқылары да келді ғой, Қызылжар енді. Бұл жерде өте қиын айтқан, өйткені мен өзім сол жақта болып көрмегем. Мен де болған емеспін. Бірақ менің сол жақтан тұратын әріптестерім, таныстарым айтады, халық соған риза қазіргі күйлеріне, Петропавл, Павлодарда тұрғандарына. Яғни жақында мысалы петиция болған, аттарын өзгертейік. Мен мақаламда да жазғам, Ертіс, Қызылжар деп аттарын өзгертейік деген. Бірақ ол петицияны кім қол қойды? Мысалы, мен қол қойдым азаматша ретінде. Жалпы бұндай аттаулар тәуелсіз Қазақстанда болғаны енді бір түрлі деген сияқты. Ал бірақ жергілікті халықтың көзқарасы қандай? Мүмкін егер петиция тек қана соның тұрғындарын қамтыса, біз барлық бейнен көрер медік, барлық мәселені көрер медік. Белсенділік, бір енжарлық, белсенділік. Бұл қызық болар еді. Қайтадан сол зерттеу керек деген менің бір әлеуметтік тұрғыдан зерттеу керек. Барып сұрау керек. Сіздер қалай, сіздерге қалай ұнай ма? Қазір әсіресе өте сезімтал болып тұрады. Әсіресе көршілерден келген миграцияның аясында, қаншалықты бұл ертең болашағы не болмақ? Өте бір сондай сезімтал әрі қиын күрделі тақырыптар.